Бүгін Цезарьдың өлімі туралы айтам. Трилогияның соңы. Біздің заманымызға дейін 44 жыл бұрын наурыз жақында ғана басталды, және 3 адам бір үйде отыр. Осы 3 адам Десимус, Брут және Кассиус. Үшеуінде де бір заттар көп болды. Үшеуі де Помпейдің генералдары болды. Үшеуі де Цезарьге жақын болатын. Және үшеуі де Цезарды өлтіргісі келді. Мен бірақ қазір тез айтып кетейін, олардың әрқайсысы қандай қатынастары болды және не істегендері. Бірінші Десимустан бастайын. Десимус атақты генерал, бірақ ол қатты маңызды емес, тез айтатын жерім. Десимус генерал болды, Помпеймен жақтасты және Помпеймен бірге соңына шейін соғысты. Кассиус ол Краспен бірге жүретін, Крастың генерал болатын, және Помпейдің оң қолы болатын. Қысқасы ол екі адамның да оң қолы болған. Және Брут ең маңыздысы және ең ауыры. Брут қазір біз оны тарихта сатқын ретінде білеміз, немесе бостандыққа күрескен адам дейміз, бірақ мен оны солай деп ойламаймын. Брут Цезарға өте жақын болатын. Тіпті Брут Цезарьдің баласы деуі мүмкін, өйткені 20-30 жыл бұрын Бруттың шешесі Цезарьмен романтикалық қатынаста болатын. Онда үлкен мүмкіндікте Цезарьдің баласы Брут болуы. Брутқа Цезарь барлығын берді, жұмыс берді, кешірді Помпеймен бірге соғысқаны үшін. Және оған атақ берді. Осыны айтып отырған себебім қаттырақ соққы болады да Цезарьға. Бірақ олар Цезарь өлтіреміз деп шешті. Бірақ тек қана үшеуі қалай өлтіре алады? Соншалықты үлкен адамды. Содан олар сенаторларға айта бастады, басқаларына. Соңында 60 сенатор жиналды. Бір адамды өлтіру үшін. Бір Цезарьді. 60 адам кетті. Қысқашасы олар бір-бірімен ұрса берді көбінесе. Қалай өлтіреміз Цезарь, не істейміз? Біз оны көпірден лақтырайық, біз оны гладиаторлар арқылы өлтірейік. Бірақ бір затқа келісті. Халықтың көзінше өлтіреміз. Өлтіреміз дегенде олар тым көп халықта емес, көтеріліс бастайтындай, бірақ адамдар көретіндей біз өлтіргеніміз екенін. Біз Римді құтқарғанымызды дегенді деп ойлады олар. Олар қателес, айтайын сразу. Бірақ олар былай шешті. Біз Цезарьді жиналысты өлтіреміз, сенаттық. Бірақ бір үлкен қиындық болды. Бұрынғы сенаттың жиналатын жері жабықты, сосын олар әрі-бері әртүрлі үйлерге келіп жүретін. Бірақ бір-екі күн бұрын Цезарь осындай жер алады. Олар Помпейдің театрында сол жиналыс өткізеді. Осы кішкене иронияда, иронично. Олар осыда түгел қару-жарақты сол жерде сақтады. Және барлығын дайындалды сол жерге. Бірақ айтайын бірден, осы уақытта Цезарь не істеп жүрді? Цезарь күнделіктегідей жұмыс істеп жүрді. Бірақ бір күні Спурина деген болжағыш адам келді оған. Цезарь, абайла, сен наурыздың соңына таман өлуі мүмкінсің. Абайлап жүр. Содан Цезарь, жарайды, бірақ көремін, деп оны жіберді. Содан ол Кассиусты шақырды. Кассиус екеуі сөйлесті, бірақ Кассиус бір түрлі болды, ыңғайсыздау. Цезарь соны байқады. Содан Кассиус кеткеннен кейін Цезарь бір жолдасын шақырып алды. Көрдің ғой оның қалай сөйлеп отырғаны? Ыңғайсыздығы бар. Білмеймін неге, бір түрлі сезініп отырмын онымен сөйлескеннен. Содан Цезарь күнделікті зат шығар деп ойлады. Бір күні Цезарьдің әйелі түс көреді Цезарь туралы, қысқашасы. Цезарь түсінде өледі. Содан өте қатты уайымдап отырғанда
Кальпурния дінге сенбейтін әйел болғандықтан оған осы біртүрлеу болатын. Әсіресе болашақта айтатын түстерге ешқашан сенбеген. Содан одан арман біртүрлеу болды, жылап жатқаны. Соған қоса Цезарь біртүрлеу сезінді. Бұлай басы ауырды, денесі анау қысылып тұрған сияқты және құсқысы келді. Бірақ осы бір мүмкіндікте, өйткені кеше ол ішіп отырған достармен дегенде Лепидус генералы және Десимус. Осы қызықты мәлімет, олар ішіп жатқанында өлім туралы сөйлесе бастады. Өлім дегенде олар ең жақсы өлім жолы қандай, ең жақсы қалай өлесіздер дегенінде Цезарь тыныш отыр. Анау екеуі мас болғандықтан сөйлесе берді. Уже 40-тарындағы адамдар әрине ішіп кейін солай сөйлейді. Солай сөйлей берді. Бірақ Цезарь анда ойланып отырды. Оның пікірін сұрағанда Цезарь осылай жауап қайтарды. Күтпеген жерден және жақындарыңнан өлген жақсырақ. Осыны естігенде қатты уайымдаған шығар Десимус. Бірақ айтқанымдай Цезарь ыңғайсыз сондай сезінді. Келесі күні әйелі ол туралы уайымдады. Жай қысқашасы екеуі де жаман сезініп тұрды, ұйықтай алмады түгел түн бойы. Содан ол Марк Антоний, бағана генералын, жіберді, мен бармай қойым бүгін, осындай керек емес. Өйткені 18 күні жорыққа шықпақшы болды шығысқа таман. Содан ол Марк Антоний жіберді, сен анау театрдағы адамдарды үйіне тарат, ешқандай болмайтын болды деп. Осыны Десимус естігенінде, жындамысың, неге? Бәрі жиналды ғой, сен не үшін жасап отырсың? Бір әйелің үшін бе? Әйелің заты құрысын, кеттік деп оны алдап сулап кет қалды. Жолда ол Спурина бағанағы болжағыш адаммен кездесті. Содан ол айтты, көрдің бе? Наурыздың соңы, және мен тірімін, сенің айтқаның қате екен деп айтқанында, Спурина біртүрлі жауап қайтарды. Бірақ күн аяқталмады, ұмытпа. Өлдің мүмкінсің бәрібір, абайла, деді. Содан Цезарь ешкімге ойламай кете берді. Жол бойы Цезарьді бірнеше адамдар тоқтатты. Қалтасына бірнеше хаттар жазып сондай берді. Мә, оқы, деп қашатында көбісі. Осын көбісі тыңшылар екенін біз қазір білеміз. Және осы хаттарда өте маңызды мәлімет болды. Осы хаттарда Цезарьдің қалай өлетіні жазылған. Цезарьді әсіресе кім өлтіретіні жазылған. Сода Цезарь оқысы өзінің өмірін құтқара алатын еді, бірақ ол күнде осындай хаттар ала берген үшін ешқандай ой болмады ода. Және айтуым керекпін, ол театрдың алдына келгенде барлық сенаторлар өздерімен сөйлесіп отырғанда, сода бір сенатор өзінің Цезарь өлтірейін деген ісі қате екенін түсінді де, Цезарьға жүгіріп барып, Цезарь, тоқта, кірме сол жерге, сен өлесің, абайла, осы адам сені өлтіреді. Соң Цезарь оның көзіне қарайтты. Інім, сен қайттан іштің бе? Ішпей қойшы, бар үйіңе қайт деп оны қуып шықты. Содан Цезарьдің өлімі. Осыдан келдік. Цезарь сөйлегеннен кейін сенаторларға өз орнына барып отырды. Отырғанда артында Десимус болған. Десимус Цезарьдің иығына пышақ тықты. Цезарь соны көріп бірден шабуылдап кетті Десимусқа. Оны ұрып жатқанында тағы да 60 сенатор бағанағы пышақтарын шығарды. Пышақтарын шығарғаннан кейін олардың барлығы Цезарьға шабуылдай бастады. Цезарь әскерде болған адам, генерал. Бірнеше шайқастарда болды. Және күшті төбелесетін ол. Бәрін жеңіп жатты да, бір-екі жарақаттар болды, бірақ тірі қалатын жарақаттар. Бірақ Брутты көрді. Брут өзінің пышағын шығарғанында Цезарь оны көріп, «Эту Бруте» деді. Брут сенде ма дегені. Брут оған бала ретінде болған. Брутты асырады ол, қарады, жұмыс берді оған. Ал Брут Цезарьді өлтірмекші болды, сатып жіберді, өте жақын адамын сатты. Содан Цезарь Брутты көргенінде
күреспеді және өлімін қабылдады. Цезарьды 23 рет адамдар кесті. Пышақтарын тықты, азаптады. Азапты өлім болды, бірақ ойлансаңыздар. Бірақ айтуым керекпін, ең қатты тигені, Цезарьдің өлген себебі Бруттың пышақ тыққанынан. Онда анау Брут болмаса Цезарь тірі қалу мүмкін деген болатын еді. Бірақ жарайды. Тарих енді сондай, өзгерте алмаймыз. Бірақ бір трилогияны бітірдім. Сол себептен келесі видеом Ақсақ Темір туралы болады. Қош, сау болыңыздар және келесі видеоны көріңіздер.